Бірде Аю мен Есек дауласыпты. Айтысқан мәселесі Есек шөпті қызыл, Аю болса жасыл депті. Содан айтысып тартысып, ұрысып, керісіп бір-бірін жеңе алмапты. Дау ұзаққа созылды. Оған басқа хайуанаттар да қосылды. Орманнан тыныштық кетті. Айналаға негатив энергия жайылып кетті. Іс насырға шабатын болған соң датыңдай деп арыстанға кепті. Арыстан дауды түсінді, дереу шешімін ұсынды. Есекті жіберіңдер жұмысына барсын, ал Аюды бір айлығына қамауға алсын депті. Сонымен Есек жан жеңіске жеттім деп өзінің дауласқан мәселені білмейтінін ұқпастан кетті. Аю мәселенің жайын қайта айналып сұрапты. Шындығында шөп жасыл депті арыстан. Ал сені қамауға алғаным Есек пен Есек білмейтін мәселе жөнінде қоймай дауласқаның үшін депті. Хикаяттан мынадай ғибрат. Заманының ең ғұлама адамдары дауласқан мәселе туралы білмейтінін, өзі қабылдамайтын адаммен айтыспа, біз жеңе алмадық деп кеткен бұрын. Абай атамыз да бір нәрсені ұқпайтын адамға сол нәрсені ұқпайтынын түсіндіру түйені шұқырдан аттатудан қиын деп айтты қазақшасын мұның. Дауласқан мәселені білмейтін, қабылдамаған адам қателесуі мүмкін ау деген ойды миына жібермейді. Сондықтан қандай мықты ғұлама ғалым әулие әнбиелерден дәлел келтірсең де оған өтпейді. Мағжанның мына сөзі оған жетпейді. Көп наданның мәжілісіне кез келсең, білемдеме болып көрін наданнан. Ал ғылым жаңағы Ла Фонтеннің мысалындағы 98% адамның өзін Есектің орнына қоймайтын анықтап статистикамен шошытты. Арыстаннан үлгі алайық, медиа сауатты болайық. Бүгінде медиа сауатсыздар көбейді. Бұл әлеуметтік желінің әсерінен, бәлкім кесірінен. Бұл да бір дерек, сақтап қой керек. Не нәрседе болсын, сауатты болу өріс, ойланып барып бөліс.